Сәлеметсіздер ма? Бүгінгі біздің сабағымыз бекіту. Судың өсімдіктер үшін маңызы. Бүгінгі сабақта сен үш таңбалы санды бір таңбалы санға көбейту және бөлу алгоритмін қолданасың. Бірінші тапсырмаға қарайық. Есептеуді баған түрінде орында. Бірінші жолдағы есептеулердің мәнін өсу ретімен, ал екінші жолдағы есептеулердің мәнін кему ретімен жаз. Қандай мақал жазылғанын оқы. Өрнектерді өсу ретімен жазғанда сулы жер, нулы жер деген сөз шығады. Ал кему ретімен жазғанда бұлақты жер, тұрақты жер деген сөз шығады. Екінші тапсырмаға қарайық. Есептер бойынша өрнектер жаз. Олардың мәнін тап. Көше бойындағы бір көшетті суару үшін 9 литр су қажет. Осындай 101 көшетті суару үшін неше литр су қажет? Табу үшін 9-ды 101-ге көбейтеміз. 101 көшетті суару үшін 909 литр су қажет екен. Келесі тапсырма. Саябақтағы бір гүлзарды суаруға 304 литр су жұмсалады. Осындай екі гүлзарды суару үшін неше литр су қажет? Табу үшін 2-ні 304-ге көбейтеміз. Сонда 608 литр су шығады. Екі гүлзарды суару үшін 608 литр су қажет екен. Келесі тапсырмаға қарайық. Бөлме өсімдіктерін суару үшін 5 литрлік 3 ыдыс және 10 литрлік 2 ыдыс су жұмсалады. Бөлме өсімдіктерін суару үшін барлығы неше литр су жұмсалады? Табу үшін алдымен 5-ті 3-ке көбейтеміз, 15 литр шығады, және 10-ды 2-ге көбейтеміз, 20 литр шығады. Барлығын табу үшін 15-ті 20-ға қосамыз, 35 литр су қажет. Бөлме өсімдіктерін суару үшін барлығы 35 литр су жұмсалады екен. Үшінші тапсырмаға қарайық. Бағбан ұзындығы 4 метр және ені 2 метр болатын жер телімін тормен қоршауы қажет. Оған неше метр тор қажет болды? Егер жер телімін суару үшін аптасына 1 метр квадратқа 100 литр су жұмсалатын болса, онда осы жер телімін суару үшін аптасына неше литр су қажет? Алдымен жер телімін қоршауға қанша метр тор қажет екенін табу үшін 4-ке 2-ні қосып 2-ке көбейтеміз. 12 метр шығады. Сонда жер телімін қоршауға 12 метр тор қажет екен. Одан кейін жер телімін суару үшін қанша су қажет екенін табу үшін 4-ті 2-ге көбейтеміз. Сонда 8 метр квадрат шығады. 8-ді 101-ге көбейтеміз, 808 литр су шығады. Жер телімін суару үшін аптасына 808 литр су қажет екен. Келесі тапсырманы қарайық. Өрнектер бойынша есептер құрастырып, оларды шығар. Айгүл 102 теңгеден 2 көшет теңбілгүл және 102 теңгеден 3 көшет шырайгүл сатып алды. Айгүл барлығы қанша теңге төледі? Табу үшін 302-ні 2-ге көбейтеміз, 604 шығады. 102-ні 3-ке көбейтемін, 306 шығады. Және 604 пен 306-ны қосамын, сонда 910 теңге шығады. Айгүл барлық көшетке 910 теңге төлеген екен. Бесінші тапсырма салыстыр. 308-ге бөлемін А мен Б-ның қосындысын артық болады 308 бөлінген А мен Б-ның айырмасынан. С мен Д-ның қосындысын бөлемін 8-ге, ол кем болады. С мен Д-ның қосындысын көбейту 8-ден. 408 пен 4-тің бөліндісіне қосамын В-ны, артық болады 408 бөлінген 4 пен В-ның қосындысынан. 112 мен 80-ның қосындысын бөлемін 2-ге, кем болады 112 қосылған 80 мен 2-ның бөліндісінен. 500-ден азайтамын 204 пен 2-ның бөліндісін қосамын 75-ті. Артық болады 500 пен 204-тің айырмасын бөлемін 2-ге, қосамын 75. Алтыншы тапсырма. Баққа 130 алма көшеті. Алмаға қарағанда 2 есе артық алмұрт отырғызылды. Алма мен алмұрт қанша болса, сонша шабдалы көшеті отырғызылды. Бақшаға неше шабдалы көшеті отырғызылды? Табу үшін 130-ды 2-ге көбейтемін, 260 шығады. 130-ға 260-ды қосамын, 390 шығады. Бақшаға 390 шабдалы көшеті отырғызылды.